Сәлем достар, сіздермен бірге мен қазір Майнказақ арнасы мен сендерге бір алғашқы көзқарастың 2 сериясын бірдей салып жіберейін деп отырмын. Мысалы, бүгін мен 3 видео салып жібердім каналыма. Бұл уақыт көп болды, ана жақтан қатты дауыстар естіліп жатса кешіріңіздер. Уақыт көп болды да, уақытым бос кетіп жатыр. Неге видео түсірмеске деп мен канал аштым ғой. Бір видеоны салып көрейін, не болады екен деп. Мен бір күнде 1-2 просмотр жинап алдым. Алғашқы рет видео салған едім. Енді мен сіздерге бір видео көрсетейін деп едім. Мынау ойын, осы ойын жазыңыздар. Бұл Наруто ойыны, осы Нинзя деген ойын басқан кезде осылай тұрады. Қазір бізге бұның атын көрсетейін. Ссылкасын төменге қалдырып кететін боламын бұл ойынның. Былай жазасыздар міне. Так, сағай. Құма Нинзя легендарный войн деп жазасыздар. Және осы шығып тұратын. Сіздер осында бұл болғанда ана ерінде кейбір табиғаттың фотолары тұр. Ешкім ойлаған шығар, мынандай өтірік бір ойын емес деп, фейк деп. Қазір бұл ойынға кіріп көрсетемін. Мен Нинзя ойынына кірдім. Нағыз Нарутоның ойыны, соткада версия. Қараппен ой даусына жай қойын. Компьютердегі Storm 4 ема, одан вообще өзгеше кезі. Так, случайға кіріп көрейін. Маған мысалы мынандай 20 андай төбелесе алуға не береді. Так, будущее кіресіз. Мен бұны баяғыдан ойнап жүрген едім. Сосын жаңадан сотқа алдым да, аккаунтын біреу взламайды етіп алды, жаңадан сотқа алдым. Сосын мынаны жаңадан бастап жатырмын. Мен осы бүгін баспағанымда осы ойында мен сенсейге айтысты, адам сатып алатын кезде маған. Так, осылай кете бересіздер, мен сіздерге көрсететін осы ойында басып алыңыздар. Кім Нарутоны жақсы көреді, Нарутоның сериясын бүкілін көріп, айтпақшы Нарутоны мен көрем. Нарутоны Google Chrome'да қай сайттың көріп отындарыңызды көрсететін болам. Наруто Хинатаға үйленейін деп жатыр міне. Оның баласы Барутомен, ұмыт қалдым қыз баласы мен 2 баласы болды Нарутоның Хинатаның. Қыз, сосын ол бірақ қыз Хинатаға ауымайды. Баруто да Нарутоға ұқсайды. Сосын алдағы серияларда көресіңіздер шығарсыздар деп ойлаймын. Мен бүкіл сериясын көріп тастадым Нарутоның. Қызығып кеттім, бұрында көретінбіз. Так, осы алғашқы көзқарас деген осы міне. Сразу 2 серияны түсіріп жіберіп жатырмын. Утиха Саске дейді. Ростқа кіріп жатқан кодтан стрелка мәссаған. Мынандай беріп отырмын. Нара Шикамару. Мен кірген кезде соперник таңдайсың, андай 3 соперникті бір персонаж таңдайсың, өзіңді таңдайсың. 3 адам біреу саған Шикамару и бір ботқа барады, осыны команданың несінде, сосын Хината. Сол таңдайсың, мен Шикамару таңдап қалдым. Мені осы өсіресіздер. Мынау қазір тоқтаңыздар. Будешнан кім көрген десеңіздер, Нарутон ауылында бұзып сөйтіп жүреді. Сосын мынау Тұманның Скриптова деревня Тұман дегенде бір екеуі 2 глава деп тұр. Сосын екеуі төбелескен көрген. Мына 3 экзамен Чунинада болады. Саске кешігіп келеді. Гармен төбелескен. Жоқ. Дұрыс солай қойдым. Жоқ. Экзамен Чунина дегенде ода жазып сол кезде мына жерде кішкене төбелеседі. Сосын мына жақтандай Гара төбелеседі. Кімдер төбелеседі? Мына жерде Арачимару деген 4-ші Хокаге мен 1-ші 2-ші Хокагені тірілтеді. Сосын Арачимару мен 3-ші Хокагемен төбелеседі. 3 Хокаге 1 Хокаге жабылады. Сосын Глава 7-те Папита Акацуки деген Итачимен бір досы келеді. Сосын көресіздер, мына жақта сосын
досы келет, бір скрижалисті деревняға келет. Сосын аяқта 8-ші главада Нарутон екінші мұғалімі мен сосын Сакуран болашақта болатын мұғалімі бүкілі жабылып, немен Арачимаруға шайқасады. Аяқта Наруто Арачимаруды құтқаруға шыққан кезде, осындай Арачимару адамдар жіберіп қалды да осылармен төбелеседі. Долина Запрещения 10-ші главада Наруто мен Саске төбелеседі. Наруто Саскеді ат бөлуге шығарған кезде осы 9-ші главада шығады да. 10-ші главада айтып қойын, Наруто мен Саске төбелеседі. Ал Казакаге дейді, Казакаге дегенде бұдан Наруто бір кемпір болды, сосын андай Казакаге деген ол скрытый листва деген жоқ, скрытый песок дейді ғой, сол құм Гара деген Казакаге атанады. Ол Каге дегеннің бір түрі, Хакаге деген сияқты Казакаге атанады. Сосын оған Акацукилар оның один хвостовый деген бір собака сияқты ма, соны алу үшін оны Акацукилар алып кетеді. Короче, аяқтар айта аузым шықпатын сияқты. Сіздермен болған сол мен Майын қазақ арнасы сау саламатта кеше демей ақ қойын енді. Сендерге бір мәлімет айтып кетейін Наруто тәрізі. Наруто 9-хвостовый демон дей ма, бір ішіне кіріп кеткен Нарутоның сол хвостовыйларды алып кетейін. 1-хвостовыйдан 10-хвостовыйге дейін болады. Алғашқы уақыттарды білмеймін, әйтеуір бір серияларында көрдім. 9-хвостовый историясын көрдім бір ютубтан. Сол кезде не шықты, кім еді ана 10-хвостовый шықты ше. Ол кезде бүкіл хвостовыйларды Акацукилар жинайды да, душтарын жинайды да. Сосын бір мүсінге кіргіземі сондай, сосын 10-хвостовый ашылып шығады. Сосын 9-хвостовый қалып қояды да, Наруто бүкілі сол 10-хвостовый жабылады. Білмеймін, алдағы уақыттар серия шығады деген ойдамын. Сіздермен болған мен Майын қазақ арнасы, сау саламат, сау болыңыздар. Пока-пока.